Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз мынандай магазинный сүтпен, дүкеннің сүтімен айран етамыз. Қалада тұрған соң бізде сиырымыз жоқ. Сондықтан осындай сүтпен айран етуға болады. Қазір осындай 2 литр. 2 литрді осылай кастрюльге құйып пісіріп аламыз газға. Піскеннен кейін кішкене суытамыз. Сондай суық та болмау керек, сондай жылы да болмау керек, ыстық та болмау керек, то есть жылы болу керек. Так, осылай бізде міне 2 литр болады. Осы 2 литр сүтті қазір газға қайнатып аламыз да, сосын аратай көрсетемін. Ал міне біздің сүтіміз пісті. 2 литр, жаңа 2 пачкадан 2 литр сүтті қайнатып алдым. Бұл қалада осы үйде кей кезде болып қалады ғой, артық сүт болса, осылай пісіре қоюға, айран ете қоюға болады. Сол міне мынандай тәтті ряженка, сладкий ряженка аламын. Сладкий ряженкадан осының пачканың жартысын қосамыз. Осы жарты литрлік айранның жартысын қосамыз. Осылай қосып, жартысын қостық. Жақсылап тұрып араластырып жібереміз. Араластырып аламыз да, бұны қазір 2 литрлік банкаға құйып, жылы орап қоямыз. 1 сағаттасын, 2 сағаттасын ашамыз, сосын банкамызды. Айранымыз біздің дайын болады. Банкаға құйып қойып. Бізде банкамызға құйылды. Қазір бетін крышкамен жауып, жылы орап қоямыз. Сол 1-2 сағат, әрі кетсе 3 сағаттан кейін ашсақ, уже айран ашып дайын тұрады. Сол видео ұнаса, лайк қойып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін. Міне біздің айранымыз дайын. Uyudu. Кеше сол uyudu. 5 сағатқа қойып қойдым. Қайнақтай болып